Сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналымды қолдап, келіп кетіңіздер, осындай әдемі бөрек дайындауды айтатын боламын. Ол үшін бізге осындай құстар жабылған салат керек. Және дайындауы ол магазиннен сатып алынған осындай лаваштың қамыры керек. Лаваштың қамырына дайын болған соң, осылай фаршымызды дайындап, пиязын, чеснок, сарымсақ, көкпияз, помидор, бұрыш, тұз қосып, әдемелеп, дәмдетіп араластырып аламыз. Сол осылай сочный әдемі болып шығады. Сосын жаңағы лаваштың қамырын бешбармақтың тура қырқып аламыз да, май жағып, бөрегімізді фарш қосып орап аламыз. Осылай орап, ашылып кетпес үшін әдемелеп ораңыздар. Видеодағыдай осылай орап алып, әдемелеп майлап, әрқайсысын майлап орап, мантоваркаға саласыздар. 35-40 минутқа пісіріп аласыз. Өте дәмді бөрек, жасап көріңіздер, тез дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, қолдап тұрыңыздар. Өте дәмді ас болсын.